ақш мемлекеттік облигациялары, ақш мемлекеттік бондтары, ақш қазынашылық облигациялары, қарапайым трежерис. ақш қаржы министрлігі шығаратын және әлемдік инвесторлар арасында танымал бағалы қағаздарды трежерис деп атайды. Бұлар қандай бағалы қағаздар, оған қалай инвестиция жасауға болады және неге көпшілік федералды резерв жүйесінің сөзіне қарағанда трежерис нарығының сигналдарына көбірек сенеді. ақш мемлекеттік облигациялары бойынша мөлшерлемелер өскен кезде көпшілікті алаңдатқан сұрақтарға жауап береміз. Бұл Жусан Инвест, кеттік. Көптеген елдердің мемлекеттік қарызы болады. Әдетте мемлекеттік қарыздар кіріске қарағанда бюджеттік шығындардың көбейіп кетуінің нәтижесінде пайда болады. Бюджеттік дефицитті жабудың бірнеше әдісі бар. Сондай жолдардың біріне ашық нарықта мемлекеттік облигациялар шығару арқылы ақша табуға жатады. Әдетте облигациялар ұлттық валюта немесе шетел валютасында орналастырылады. Оны көп жағдайда облигация шығарған елдің қаржы министрлігі атқарады. ақш-та ол ведомствоны қазынашылық деп те атайды. Сол себепті борыштық бағалы қағаздарды да қазынашылық деген атауы бар. Қазынашылық деген сөз ағылшын тілінде Department of Treasury деп айтылады. Соған байланысты ақш мемлекеттік облигацияларын кейде Treasuries деп атайды. Америка құрама штаттарының номиналды түрде әлемдегі ең үлкен мемлекеттік қарызы бар. Қарыз көлемі 2022 жылы 31 триллион доллардан асты. Ал тағы бір қарыз жағынан рекордқа ие Жапонияның мемлекеттік қарызы небәрі 9,8 триллион долларды құрайды. 2023 жылдың 1 шілдесіндегі деректерге сәйкес Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 161,8 миллиард ақш долларын құрайды. ақш мемлекеттік қарызы соңғы 100 жылда өсіп келеді. Ең қатты өскен кездері 80-ші жылдар мен 2-ші жылдар басында байқалады. Шынында да, ақш бюджеті соңғы рет 2001 жылы 20 жылдан астам уақыт бұрын профицитке ие болды. ақш қазынашылық облигацияларының өтеу мерзімі мен кіріс түсу түріне қарай 5-ке бөлінеді. Бірінші категория – вексельдер, Treasury Bills. Ең қысқа мерзімді облигациялар. Өтеу мерзімі 4, 8, 13, 26 немесе 52 аптадан тұрады. Вексельдер жеңілдікті пайдалана отырып шығарылады және номиналды құны бойынша, яғни бір банкнот үшін $100 өтеледі. Сатып алу бағасы мен сату бағасы арасындағы айырмашылықтан инвестор пайда табады. Бұл құрал инвесторлар арасында кеңінен танымал. Қазынашылық құрылымында бұл өте қысқа облигациялар мен вексельдер бірде 4 бөлігіне ие. Қызық бір мәлімет айта кетейік. Уоррен Баффет вексельдерді жақсы көреді. Ол жүйелі түрде миллиардтаған сомаға осы вексельдерді сатып алып отырады. Бұл стратегия тек оның ғана назарын аудармай, басқа да инвест компаниялардың назарын өзіне қаратты. Ал енді біздің экспертімізден Бауыржаннан инвестор қандай жағдайда және не үшін US Treasury'стерді сатып алу керек деп сұрайық. Жақында ақш мемлекеттік облигациялары инвесторлардың шынайы қызығушылығын тудырды. Мұның барлығы соңғы 1,5 жыл ішінде болған табыс деңгейінің артуына байланысты. Соңғы 1,5 жыл ішінде Американың орталық банкі ғана емес, сонымен қатар негізінен барлық дамыған елдердің орталық банктері пандемиядан кейін бірден көтеріп кеткен инфляцияға қарсы жан-жақты күрес жүргізіп жатқанын білесіздер. Соңғы 1,5 жыл ішінде Американың орталық банкі ғана емес, сонымен қатар негізінен барлық дамыған елдердің орталық банктері пандемиядан кейін бірден көтеріп кеткен инфляцияға қарсы жан-жақты күрес жүргізіп жатқанын білесіздер. Соңғы 1,5 жыл ішінде, атап айтқандай, Американың федералды резервтік жүйесі мөлшерлемені 5%-ға дейін көтерді. Іс жүзінде оны 0-ден 5-ке дейін көтерді. 5-те 5%. Сондықтан нарықтағы барлық нарықтық мөлшерлемелер жоғары секірді. Мысалы, бұрын Америка қазынашылық қорларына бөлшек инвесторлар арасында ерекше қызығушылық болмаса, бүгінде бұл сұраныс сәйкесінше пайда болып жатыр. Қазақстанда банктердің шетел валютасындағы инвестициясына 1% мөлшерлеме белгіленгенін білесіздер. Бірақ қазір біз әлемдегі ең сенімді ақш мемлекеттік облигациялардың кірісі өсіп жатқанын көріп отырмыз. Оның кірісі 4-5%-ға дейін өсті. Инвесторлар әлбетте оларды сатып алғысы келеді. Айтқымыз келген жауап осылай. Трежеристерді бүгінде барлығы талқылап жатыр және оларды өз портфеліне қосуға ынталы. Бұл мемлекеттік облигациялардың қандай артықшылықтары бар? Преимуществ много. Трежеристердің артықшылықтары көп. Ең алдымен инвесторларды не қызықтырады? Бағалы қағаз сенімді және өтімділігі жоғары болу керек. Бұл екі параметрде тиісінше америкалық трежеристерге қатысты. Бұл нарық шынымен көлемді, оны кез келген көлемде сатып алуға болады. Яғни олар ірі және орта инвесторлар үшін де қолайлы. Бұл жерде эмитент ақш екенін ескеру керек, яғни доллар эмитенті. Сондай-ақ бұл жерде облигациялардың қайтарылмауы мүмкін деп айтудың қажеті жоқ. Жалғыз ескеретін мәселе, облигациялар нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру қаупіне ұшырауы мүмкін. Егер біреу сәйкесінше облигацияларды трежеристерді банк салымдарымен салыстыратын болса, онда бұл жерде жағдай біршама басқаша. Өйткені нарықтық құнның өзгеру қаупі бар.
Пайыздық мөлшерлемелер көтерілген сайын мұндай облигациялардың нарықтық құны төмендейді. Және керісінше, әлемде пайыздық мөлшерлемелер сәйкесінше төмендегенде мұндай облигациялардың құны өседі. Бірақ тарифтер белгілі бір шыңға жеткенін ескеріңіз. Қазір нарықта дүние жүзіндегі орталық банктер инфляциямен күресу жұмыстарын аяқтады деген әңгіме көп. Олар әлемдік экономиканы өзі қалаған құлдырау жағдайына әдейі термеледі. Ал бүгін керісінше, инвесторлар арасында белгілі бар уақытта келесі жылы пайыздық мөлшерлемелер бұдан былай көтерілмейді, мүмкін тіпті төмендей бастайды деген белсенді болжамдар бар. Ал мөлшерлемелер төмендей бастайды деген болжамда мұндай облигациялардың құны көтерілуі мүмкін. Және мұндай облигациялардың өзгеру дәрежесі уақытқа байланысты екенін ескеріңіз. Облигациялар неғұрлым қысқа болса, соғұрлым бұл айналым азаяды. Бірақ Америка мемлекеттік облигацияларының бір артықшылығы бар. Оларды өтеу мерзімі 3 айдан басталады. 30 жылдық эмиссиялармен аяқталады. 3, 6 ай, 1 жыл, 2 жылдық қағаздар инвесторлар арасында сұранысқа ие. Одан бөлек 5 жыл, 10 жыл, 7 жылдық мемлекеттік облигациялар, 20 және 30 жылдық шығарылымдары бар. Инвестициялық стратегияңызға сай келетінін таңдай беріңіз. Екінші категорияға ноталар жатады. Treasury Notes. Орта мерзімді бағалы қағаздар. Олар 2, 3 жыл, 5, 7, 10 жыл аралығында өтеледі. Олар сондай-ақ $100 номиналында шығарылады және сол баға бойынша өтеледі. Купон 6 ай сайын төленеді. Бұл облигациялар нарықта ең көп таралған. Олар қазынашылық акциялардың жалпы көлемінің жартысынан астамын құрайды. Келесі категория тікелей қазынашылық облигациялар немесе Treasury Bonds деп аталады. Негізінде бұл ноталардан еш айырмашылығы жоқ. Тек өтеу мерзімі ұзағырақ келеді, яғни 20 немесе 30 жыл ішінде өтеледі. Номиналды құны да $100 тең, ал купон да әр 6 ай сайын төленеді. Мұндай облигациялар инвесторлар арасында қатты сұранысқа ие емес. Нарықта олардың үлесі 14% ғана. Treasury Bonds мерзімі тым ұзақ, өйткені ондаған жылдан кейін не болатыны белгісіз. Бұл категориядағы қағаздарды негізінен зейнетақы және сақтандыру қорлары сатып алады. Ал енді біздің экспертімізден Нұрланнан ұзақ мерзімге қарызға берілетін бағалы қағаздар қаншалықты жиі кездеседі? Олар не үшін керек екенін сұрайық. Негіз жалпы айтқанда ұзақ мерзімді бағалы қағаздар 10-30 жылдық болып келеді көбінесе. Олардың саны, олардың мөлшері ондай көп емес. Негізі көбінесе орташа немесе қысқа мерзімді құнды қағаздар шығарылады. Олар Американың қаржы министрлігі үшін қолма-қол ақша тапшылығын жабу үшін қажетті нәрсе. Банктер және негізгі дилерлер қысқа мерзімді қағаздар нарығын жақсы көреді. Олар көбінесе сол мерзімді құнды қағаздарды көбінесе алуға тырысады. Типс. Инфляциядан қорғайтын қазынашылық бағалы қағаздары. Олар 1997 жылдан бастап шыға бастады. Деноминация бағаның өсуін ескере отырып индекстеледі. Купон әрбір 6 ай сайын төленеді. Ондағы мөлшерлеме бекітілген. Бірақ төлем өзгерген негізгі құн негізінде есептеледі. 5, 10 және 30 жыл мерзімге беріледі. Сонымен қатар, дефляция жағдайында типс шығындардан қорғалған. Бұл категорияда инвесторлар инвестиция жасаған бастапқы сомадан ешқашан аз кіріс алмайды. Соңғысы Floating Rate Note. Ол арнайы формула арқылы есептелінеді. 10 апталық вексель мөлшерлемесі мен кейбір спредтерді есепке алады. Бұның өтеу мерзімі онша ұзақ емес, небәрі 2 жылды құрайды. Облигациялардың барлық түрлерінің номиналды құны $100 басталып, бөлшек инвесторлар үшін қолайлы екенін білдіреді. Қағаз жүзінде ақшта трежерістерді тікелей қазынашылықтан комиссиясы сатып алуға болады. Бірақ іс жүзінде бұл институт дилерлер арқасында толық жұмыс істеп отыр. Дилер ретінде бар жоғы бірнеше банк қана жұмыс істейді. Трежерис нарығындағы дилерлердің жұмысы қандай? Дилерлер федералды резерв жүйесінің қазынашылығы мен басқа клиенттер арасындағы эксклюзивті делдал қызметін атқарады. Борыштық міндеттемелер нарығында сұраныс пен ұсыныс қалыптасу үшін олар жұмыс істейді. ақш мемлекеттік облигацияларының басым бөлігі жергілікті инвесторлар, зейнетақы қорлары, инвесторлар, сақтандыру компаниялары және басқалардың қолында. Бүгінгі күнде ақш мемлекеттік қарыздары қалай бөлінген? Шындап келгенде ақш мемлекеттік облигацияларының шамамен алғанда 2/3 ел ішінде сақталады. Сонымен қатар федералды резервке нарықтағы барлық қазынашылықтардың 24% тиесілі. Бірақ бұлай үнемі болған жоқ. 20 ғасырда ақш мемлекеттік қарыз нарығы
негізінен ішкі нарықта айналымда еді. 1997-98 жылдардағы Азия жолбарыстары дағдарысынан кейін бәрі түбегейлі өзгерді. Оңтүстік шығыс Азиядағы көптеген елдердің ұлттық валюталары ыдырағаннан кейін шетелдік орталық банктер мен тәуелсіз және инвестициялық қорлар өздерінің қаржылық тұрақтылығын қолдау үшін федералды, квазифедералды, муниципалдық және ақштың ипотекалық облигацияларын орасан зор портфельдерін құра бастады. Сонымен доллар әлемдік валюта ретінде өзінің үлесін нығайта түсті. Бұл бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ қазір ақш мемлекеттік облигацияларына ең ірі мемлекеттер қатарында Қытай мен Жапония бар. Олар $1 триллион трежеристерге салған. Бағалы қағаздардың бір бөлігі шетелдік және жеке инвесторлардың иелігінде болса да, олар елдің валюталық резервтерінің бөлігі болып табылады. Қалай сатып алуға болады? Жусан қосымшасын смартфоныңызға жүктейсіз. Инвестициялар бөлімінде брокерлік шот ашасыз. Жусан картасымен брокерлік шотты 5 минуттың ішінде толтырасыз. Мемлекеттік облигациялар бөліміне өтіп, сатып алуды бастасаңыз болады. Жалпы айтқанда, инвесторлардың барлығы трежеристерді сәтті инвестиция деп есептемейді. Мысалы, JP Morgan басшысы Джейми Даймон, мен трежеристерге 10 футтық таяқпен де жоламайтын едім, дейді. Бірақ ол кезде оның табыстылығы 1%-дан да аз екенін айта кеткен жөн, ал қазір оның табыстылығы 5% деңгейінде. Трежерис кірісі не нәрсеге байланысты? Трежерис кірісі негізгі екі факторға байланысты. Біріншісі инфляция, екіншісі орталық банктердің ақша несие саясаттарының қатаңдығы. 2022 жылы және де осы 2023 жылдары инфляция дүние жүзінде қатты шарықтап кетті. Соңғы 30-40 жылдағы ең үлкен дәрежеге жетті. Соған қарсы күрес ретінде бүкіл дүние жүзінің орталық банктері өздерінің ақша несие саясаттарын қатаңдатты. Яғни базалық мөлшерлемелерін өте қатты көтерді. Яғни нақты айтатын болсақ, мысалға ақштың федералды резервтік жүйесі өзінің базалық мөлшерлемесін соңғы 15-20 жылдағы ең үлкен дәрежеге жеткізді. Оған жауап ретінде федералды резервтің, яғни трежеристердің кірісі соңғы 15 жылдағы ең үлкен дәрежеге жетті. Ал енді қазіргі соңғы айлары байқап отырсақ, енді бұл кірістері төмендеп келе жатыр. Бұның себебі нарық қазір осы орталық банктер болашақта осы өздерінің базалық мөлшерлемелерін азайтады деген болжам жасап отыр. Сондықтан қазір инвесторлар бұл базалық мөлшерлеме азайып кетпей тұрғанда жақсы кірістерді яғни фиксировать етіп отыр деп айтсақ болады. Кез келген облигацияның кіріс қисығы болады. Бұл кіріс қисығы түрлі бағалы қағаздар бойынша пайыздық мөлшерлеме мен оның кірісін көрсетеді. Трежеристердің қисық кірісі жарты жылдан бері инверттелген формаға ие. Яғни қысқа мерзімді облигациялар табысы ұзақ мерзімділерден жоғары. Бұл экономикадағы рецессия белгісі болып саналады. Кіріс қисығы инверсиясы деген не және ол нені білдіреді? Кіріс қисығы инверсиясы дегеніміз, қысқаша айтқанда, қалыпты жағдайда негізі қысқа мерзімді қарыз құралдары бойынша мөлшерлемелер ұзақ мерзімге қарағанда төмен болу керек. Әдетте мұндай кезеңдерде экономика өседі, жалпы нормальды жағдай болып есептеледі. Ауыр экономикалық кезеңдерде тауар мен қызметтердің сұранысы төмендеп жатқан кездерде бұл кірістер керісінше өзгереді. Яғни қысқа мерзімді құнды қағаздардың кірісі ұзақ мерзімді құнды қағаздардың кірісіне қарағанда жоғарырақ болады. Осыны біз инверсия дейміз. Инверсия, кіріс қисығының инверсиясы ол негізі рецессияны жақсы болжайтын индикатор болып есептеледі. Өйткені жалпы нарық болашақта кіріс деңгейінің, яғни орталық банктердің кіріс деңгейлерінің, яғни базовый ставка деп айтады ғой, оларды төмендетілуі күтіледі нарық жағынан.
Сондықтан инвесторлар ұзақ мерзімді құнды қағаздарды сатып алуға тырысады. Сондықтан яғни олардың бағасы өсіп, кіріс мөлшері төмендейді. Трежеристің нарықтағы жағдайын бақылау үшін кіріс қисығы инверсиясынан басқа тағы қандай көрсеткіштерге қарау керек. Ну, Барлық инвесторлар облигациялардың нарықтағы оқиғаларды тереңірек түсіну үшін үнемі ізденіс үстінде жүреді. Инвесторлардың барлығы қор нарығының көрсеткішіне, статистикаға, ақш экономикасында не болып жатқанына қарайды. Мен қазірдің өзінде атып өткенде, қазір Америка экономикасы орталық банктың соңғы бір жарым жылдағы әрекеттері және инфляциямен күресу болды. Ол мөлшерлемелерді көтерді деген белсенді болжамдар бар. Қазір Америка экономикасының белгілі бір біртіндеп рецессияға түсуі және соның салдарынан инфляцияның төмендеуі байқалады. Мұндай жағдайларда инвесторлар федералдық резервтік жүйесінің алдына орап кету үшін ізденіс жасайды. Біріншіден, оның қатайту циклін қашан тоқтататынын, екіншіден, қашан ауысатынын анықтау үшін алынған статистикалық деректердің көлемін күн сайын бағалайды деп атауға болады. Бұл экономикалық деректердің жиынтығы, қор нарығының көрсеткіші бар. Біз дәл қазір осыған тоқтадық. Кірістілік қисығының инверсиясы сияқты нәрсе бар. Бұл ұзақ облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеменің кірісі қысқа облигацияларға қарағанда аз болуын айтады. Бұл қалыпты жағдай емес. Облигация неғұрлым ұзағырақ болса, оның пайыздық мөлшерлемесі қысқаларға қарағанда жоғары болуы керек екені түсінікті. Бірақ керісінше болған кезде, бұл инвесторлардың қысқа эмиссияларға қарағанда ұзағырақ шығарылымдарға сұранысы жоғары болатынның айқын белгісі. Және олар бүгін қолжетімді пайыздық мөлшерлемені ұзағырақ мерзімге бекіткісі келетінін меңзейді. Олар бүгінгі тарифтерді жоғары деп санайды. Олар тарифтер бір сәтте төмендей бастайды деп сенеді. Және тиісінше, бұл жоғары мөлшерлемені мүмкіндігінше ұзақ уақытқа бекітеді. Бір қызығы, инвесторлар кейде биліктің ресми мәлімдемесіне қарағанда трежерис нарығының белгілеріне көбірек сенеді. Мысалы, қазір негізгі мәселе федералды резервтік жүйенің төменгі мөлшерлемеге көшуі. Реттеуші ұйым өкілдерінің өзі биыл бұл анық емес деп отыр. Мысалы, облигацияларға маманданған әйгілі инвестор Джеффри Гудлах: "Менің 40 жылдық тәжірибем федералды резервте емес, нарықтарды таңдау керек екенін көрсетеді" деді. Ал кімге құлақ түреміз деген сұрақпен өз маманымызға жүгіндік. Действительно хороший вопрос. Шынымен, жақсы сұрақ. Мен экономикалық статистиканы қадағалайтын, дамыған елдердің орталық банктерінің не айтып, не істеп жатқанын қадағалайтын адам ретінде айтайын. Соңғы кездері дамыған елдердің орталық банктері не істеп жатқанына күмән пайда болды. Жалпы пандемия кезінде 2020 жылдың соңынан бастап пандемиядан кейін 2021 жылы әлемде инфляция өте қарқынды өсті. Тіпті дамыған елдердің орталық банктерінің келісімімен олар инфляцияның 2 есе өсуіне жол берді деп айта аламыз. Цифрлық деңгейлер резервтік валюта эмитенттері үшін бұл қалыпты емес. Дәл осы уақытта криптовалюта сияқты балама құралдарға инвестор арасында сұраныс өсті. Мұның бәрі кездейсоқтық емес. Ол нарыққа қатысушылардың дәстүрлі реттеушілер мен дамыған елдердің орталық банктеріне деген сенімінің бірте-бірте төмендеп бара жатқанын жанама түрде көрсетті. Нарық қатысушылары дамыған елдердің орталық банктеріне аз сене бастаған сияқты деген теория пайда болды. Бірақ соған қарамастан, Атлантиканың арғы жағындағы федералдық резервтік жүйе және басқа орталық банктер өз жұмысын істеп, инфляцияны төмендетіп, пайыздық мөлшерлемелерді көтере бастағанда, оларға деген сенім қайта оралды деп ойлаймын. Өйткені олар ұзақ мерзімді перспективаға инфляцияның тұрақтылығын 2% деңгейінде мақсат етіп отырғанын білеміз. Олар бұл мақсаттан бас тартқан емес. Олар бұрын инфляция туралы болжамдар жасап қате шықты. Бірақ бұл елдердегі ұзақ мерзімді инфляциялық саясаттың өзі өзгермегенін ескеріңіз. Ал федералды резерв жүйесі және басқа орталық банктер инфляциямен күресе бастағанда, бұл сенім қалпына келе бастады. Экономика мен инфляцияға қатысты статистикалық ақпараттың бүгінгі күні орталық банктердің басқа мүшелерінің басшыларынан шығатын риториканың маңызы әлі күнге дейін ең өзекті және маңызды ақпарат болып қала беретінін айтып отырмын. Басқа көрсеткіштер немесе балама көзқарастарға қарағанда маңыздырақ, өйткені олардан риторикада, әрекетте болып жатыр. Инфляцияның тұрақтылығы мен пайыздық мөлшерлемелердің деңгейі осы аталған дүниелерге байланысты. Алдағы уақытта оны осы тұрғыдан түсіре алмасы анық. Барша мәселе олардың айналасында әрекет етуін жалғастырады. Ал енді мен сіздерге сұрақ қойсам, сіз бұл жауапты қалай түсіндіңіз және онымен келісесіз бе? Комментте пікіріңізді жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Одан бөлек, ресми билік мәлімдемесіне ме әлде нарыққа құлақ асқанды жөн санайсыз ба?
Америка мемлекеттік облигацияларына инвестиция жасайсыз ба? Міндетті түрде пікіріңізді жазыңыз. Сонымен қатар біздің Жусан Инвест каналына жазылуды ұмытпаңыз.